Ашық қабір, Open Grave фильмінің шолуы фильм қараңғылықта басталады. Бір ер адам оянып, өзін көптеген мәйіттерге толы үлкен орда тапқанын көріп шошынады. Ер адам қатты қорқып, кім екенін және мұндай оғаш жерге қалай түскенін есіне түсіре алмайды. Ол бір әйелдің өзін бақылап тұрғанын байқап көмек сұрайды, бірақ әйел бір сәтте ғайып болады. Әйел кенет оған арқан лақтырып кетіп қалады. Ордан сәтті құтылған ер адам өзіне қару тауып алады да оны алып кетеді. Ол әлгі әйелді іздейді, бірақ ол табылмайды. Содан кейін орман арқылы өтіп, қараңғылықтың ортасында жарық жанып тұрған бір үйді көреді. Ер адам қаруын сақтықпен дайындап үйге кіреді. Ол іште бірнеше адамның сөйлесіп жатқанын көреді. Оларға қаруын кезейді де өзінің кім екенін және мұнда қалай келгенін сұрап, жауап талап етеді. Сол кезде Лукас есімді тағы бір ер адам оған мылтық кезеп, оны бұрынғы адамдардың бәрін өлтірді деп айыптайды. Басты кейіпкер оған бұрын көмектескен азиялық әйелдің осы топтың арасында екенін көріп, оны танисың ба деп сұрайды, бірақ әйел үнсіз қалады. Көп ұзамай бәрінің де осы жерде оянып, кім екенін естеріне түсіре алмайтыны, тіпті бір-бірін танымайтыны анықталады. Олар жеке куәліктерін тауып алып, есімдерін біледі: Майкл, Нейтан және Лукас. Алайда орда оянған ер адамның құжаты табылмағандықтан, оны Джон Доу деп атауды ұйғарады. Топтағы азиялық әйел барлығын танитындай әрекет етеді, бірақ ағылшын тілін түсінбейді және мылқау болып шығады. Топ мүшелері өздерінде көлік кілттері барын түсінеді, бірақ айналада көлік жоқ. Сол кезде мылқау әйел бірдеңе жазып, байланысуға тырысады, бірақ ешқайсысы оның жазуын түсінбейді. Құпиялар ашылады, кейін топ үйді айнала зерттеуге кіріседі. Мылқау әйел Лукасқа жақындап, онымен сөйлескісі келеді. Ол өзінің қолындағы оғаш белгілерді көрсетеді, ал Лукастың қолында да сондай белгілер бар болып шығады. Бұл оны таң қалдырады. Дәл сол кезде Джон тоңазытқыштағы күнтізбеге бірдеңе байқап, мылқау әйелді шақырады. Онда ертеңнен кейінгі күн, яғни 18-ші күн белгіленген. Ол бұл күні не болатынын білгісі келіп сұрайды, бірақ әйел оған түсіндіре алмай, Джон ашуланады. Кейінірек топ қару-жараққа толы бөлмені тауып, бәрі қорқады. Майкл бір мылтықты алады және онымен өте шебер екенін көрсетеді. Бұл оның бұрын полиция қызметкері немесе әскери қызметші болғанын білдіреді. Топ сол күні тынығуды шешеді, бірақ көп ұзамай мылқау әйелдің орманға жалғыз жүгіріп кеткенін байқайды. Шарон, Лукас және Джон бірден оның артынан барады. Олар жұлдыздардың өте жарқын екенін көреді, бұл олардың қаладан алыс екенін көрсетеді. Осы кезде Джонның есіне теңіз жылқысы татуировкасы бар әйелдің денесін сүйреп бара жатқан сәті түседі. Топ жуықтап, қатты иісті сезеді. Олар ағаштарға байланған бірнеше мәйітті көріп, үрейленеді. Үйге қайта оралғанда, Нейтан мен Майкл сөрелердегі кітаптарды тексереді. Нейтан өзінің латын, француз, тіпті итальян тілдерін еркін білетінін түсініп таңғалады. Сондай-ақ бұл кітаптардың бәрі медицина, адам және жануарлар анатомиясы туралы екенін біледі. Майкл Нейтанды осы үйдің иесі деп ойлайды. Орманда топ бір сарайға жетеді. Олар мылқау әйелдің байланған, тозған және ауру көрінетін қарт әйелді тамақтандырып жатқанын байқайды. Әйел Джонды бірден танып, оны бұрын өзін пайдаланды деп айқайлайды және оған шабуыл жасауға тырысады. Алайда Джон оны ес-түссіз күйге түсіреді. Лукас сарайда камера бар екенін байқайды, демек оларды біреу бақылап отыр. Шарон әйелге көмектесуді ұсынады, бірақ Джон оның бір себеппен байланғанын және қауіпті болып көрінетінін айтып келіспейді. Қашып құтылу әрекеті келесі таңда топ бұл жерден құтылу үшін көліктерді іздеу ең жақсы шешім деп шешеді. Басқалары Майкл мен мылқау әйелге үйде қалуды бұйырып жолға шығады. Майкл өзін топтан тыс қалдырғанына қатты ашуланады. Ол өзінің құнды бола алатынына сенеді, бірақ олар оны тыңдаудан бас тартады. Кейін Нейтан, Лукас, Шарон және Джон орманға бет алады. Нейтан кездейсоқ тастарды лақтыра бастайды, сонда бұталардың ішінен металл дыбысын естиді. Топ қызығушылықпен жақындап, сол жерден көліктерді табады. Бұл оларға үміт сыйлайды. Үйге оралған Майкл мылқау әйелге өзінің оған деген қатты байланысты сезінетінін және олардың жұп болғанын айтады. Әйел де оған мейіріммен қарайды, бірақ көп ұзамай алыстан шыққан айқай олардың назарын аударады. Майкл әйелден ішке кіріп, есікті құлыптауын сұрайды да, жалғыз тексеруге асығады. Ол бір алаңға келеді. Сол жерде қоршауға тұрып қалған, ауру және тозған бір ер адам көмек сұрап айғайлап жатады. Майкл оған көмектесу үшін жақындағанда, әлгі ер адам кенет күле бастайды да, Майклға шабуыл жасап, мойнын сымдармен тесіп тастайды. Сол уақытта ормандағы топ көліктерді тексеріп, оның ішінен топтық суретті табады. Суретте Джоннан басқа олардың бәрі бар. Бұл Лукасты күдіктендіріп, Джонның олардың тобына жатпайтынын айтады, бірақ Джон суретті өзі түсірген болуы мүмкін деп жауап береді. Олар көлікті іске қосуға тырысады, бірақ жанармайдың өте аз екенін, бұл қалаға жетуге жеткіліксіз екенін түсінеді. Олар не істеуді білмей тұрғанда, кенет мылқау әйел келіп, оларға асығыс жақындайды.
Олар оның соңынан еріп, мойнынан қан ағып, өлім аузында жатқан Майклды табады. Үрейленген топ оған көмектесуге тырысады, бірақ Майкл құтқарыла алмай қайтыс болады. Бұл барлығын, әсіресе мылқау әйелді қатты ренжітеді. Бұл олардың шынымен де ғашықтар болғанын білдіреді. Қоршаудағы жынды адам қайта айғайлай бастағанда, ашуланған Джон оны атып тастайды. Бұл оның есіне тағы да естеліктерді түсіреді. Ол қару-жарақ тиіп, зомбиге ұқсас адамдарды жойып жатқан сәттерін еске алады. Есіне түсірулер осыдан кейін Джон мен Шарон көлікке отырып, айналаны аралап, көмек іздеуді шешеді. Олар қаңыраған ғимаратқа жетеді. Сол жерде бір баланың қашып бара жатқанын байқайды. Олар баламен сөйлесуге тырысады, бірақ ол өзін қоймаға ұқсас жерге құлыптап алады да жауап беруден бас тартады. Джон одан көмек сұрай бастағанда, бала оны Джона деп шын атымен атап, олар келе жатыр, кетіңіз дейді. Таң қалған Джона баланың өз атын қайдан білетініне таң қалып, қосымша жауаптар талап етеді, бірақ бала үндемейді. Бұл Джонаның ашуын тудырып, мылтықпен құлыпты бұзуға тырысып, есікке оқ ата бастайды. Алайда Шарон ақыры оны тоқтатып, жай ғана балаға зиян тигізбеуін сұрайды. Содан кейін ол Джонаның бетіне қолын тигізеді. Екеуі де бір-біріне деген мықты таныс байланысты сезінеді. Сол уақытта үйде Лукас өзін оғаш сезініп, басында бірнеше естеліктер пайда болады. Мылқау әйел оны тыныштандыруға тырысады, бірақ оның басы қатты ауыра бастайды. Ол мылқау әйелді танығанын айтады, бірақ кенет оның қолын қатты ұстай бастайды. Нейтан оны тоқтатады. Ақыры Лукас тынышталады. Нейтан оның қандайда бір аурумен зақымданған деп ойлайды. Ол мылқау әйелге топтың сарайдағы жынды әйел туралы айтқанын айтып, оны сол жерге апаруды сұрайды. Әйел келісіп, оны сарайға алып барады. Нейтан бұрын бұл жерде болғанын бірден түсінеді, бірақ олар бұл орынның бос екенін және жынды әйелдің қашып кеткенін көреді. Нейтан жүре бастағанда, мылқау әйел оны тоқтатуға тырысады, бірақ ол бұл жолдардың қайда апаратынын білетініне сендіреді. Нейтан әрі қарай зерттеуді шешеді, ал мылқау әйел үйге қайта оралады. Нейтан еденнен көзілдірік тауып алады. Оны киген кезде, ол басқа біреумен сөйлесіп, айтысып жатқан көптеген естеліктерді есіне түсіре бастайды. Зертхана және қастандық мылқау әйел үйге оралғанда, Лукас оған кім екенін білетінін айтып, оған ашулы көзбен қарай бастайды. Бұл оны қорқытып, ол шатырға жүгіріп, өзін құлыптап алады. Лукас оған зиян тигізгісі келмейтінін, тек сөйлескісі келетінін айтып, есікті ашуды сұрайды, бірақ ол бас тартады. Ашуланған Лукас басқа кіреберісті іздейді. Көп ұзамай ол сырттағы жертөлеге апаратын есікті табады. Ол ішке кіруді шешеді. Ол іштен зертханаға ұқсас жерді табады. Онда компьютерлер, аспаптар, тіпті ыдыстарда жүзіп жүрген милар бар. Сондай-ақ жынды адамдарды бақылауға арналған түрлі камералар бар, бірақ қазір камералар бос сияқты, олар қашып кеткен болуы керек. Басқа көріністе Нейтан бір камераға тап болады. Сол жерде сарайдағы жынды әйел өлі қызын құшақтап отырады. Нейтан әйелді бірден танып, оны Хелен деп атайды, қызына болған жағдайға өкініш білдіреді. Алайда жынды әйел кенет оған шабуыл жасайды. Нейтан асығыс оны камераға қайта құлыптайды. Лукасқа қайта оралсақ, ол бір камера тауып, бұрынғы бейнежазбаларды қарайды. Ол Джонаның науқастарға қандайда бір эксперимент үшін инъекция жасап жатқан видеосын көреді. Алайда Джона вакцинаның уақытша есте сақтау қабілетін жоғалту сияқты жанама әсері бар екенін айтады. Лукас көп ұзамай Джонаның өзіне және тіпті мылқау әйелге эксперимент жасап жатқанын көреді. Бұл оны ашуландырады. Қайталанатын дөңгелек сол уақытта Джона мен Шарон үйге қайтып келеді. Кенет көліктің алдына ағаш құлайды. Джона дер кезінде тоқтайды. Ол ағаш кесіп жатқан бір топ орманшыны көріп, оларға жақындауға тырысады. Шарон қорқып көлікке қайтуды сұрайды, бірақ Джона оны елемей, әлгі адамдармен сөйлесуге тырысады. Өкінішке орай, олар зақымдалған болып шығады. Олар уақытты жоғалтпай, оларды қуа жөнеледі. Қорқынышты жағдайда олар қашу үшін тез көлікке отырады, бірақ көлік іске қосылмай қалады. Олар дүрлігеді. Джон сыртқа шығып, бар күшімен көлікті итеруге тырысады. Сол кезде агрессивті адамдар оған жақындайды. Алайда олар оған зиян келтірмес бұрын, белгілі бір себептермен тоқтайды. Джона мен Шарон жақын маңдағы ағаштарға төңкеріліп ілінген мәйіттерді байқайды. Олар бұл мәйіттердің қорқынышты сияқты орналастырылғанын және зақымдалғандардың олардан қорқатынын, бәлкім иісіне байланысты екенін түсінеді. Біраз уақыттан кейін олар үйге қайтып оралады. Ашулы Лукас бірден Джонаға оның оғаш эксперименті туралы айтып қарсы шығады. Джона ештеңе есінде жоқ деп мәлімдейді. Шарон видеоны көріп, жүрегі ауырады. Ол қолдарын тексеріп, онда да ине іздері бар екенін түсінеді. Ашуланған Лукас ақыры Джонаны нокаутқа түсіреді. Содан кейін ол ер адамды мәйіттермен бірге орға сүйрейді. Джона ол жерге барғысы келмесе де, оның амалы жоқ. Орға тасталған кезде, ол теңіз жылқысы татуировкасы бар өлі әйелді көріп, оның естеліктері оянады. Кейін Лукас үйге оралады. Ол Шаронға тез келу керек екенін айтып үрейленеді.
Ол Нитан туралы сұрайды, бірақ Лукас Нитанның кім екенін де есіне түсіре алмайды. Ол өте оғаш әрекет ете бастайды. Ол екі әйелді де қорғайтынын айтады. Агрессивті бола бастағанда мылқау әйел одан қашып кетеді, бірақ Лукас оны ұстап алады. Ол оны жерге басып, зорлықпен сүйгісі келеді. Шарон пайда болып, оған оқ атады. Лукас шабуылдан жалтарып, орманға қашады. Ақиқаттың толықтай ашылуы бұдан кейін мылқау әйел орға жүгіріп келіп, қайтадан арқан лақтырып, Джонаны құтқарады. Ер адам ертең бір үлкен оқиға болатынын түсініп, жауап іздеу үшін балаға қайта баруды шешеді. Алайда ол сол жерге жеткенде есіктің ашық екенін және баланың жоқ екенін көреді. Одан кейін Джона көлікпен кетіп бара жатқанда, жолда бала мен оның отбасына тап болады. Олар тозған көліктен заттарды алып, бір жерге кетуге дайындалып жатады. Ол оларды тоқтатып, не болып жатқанын сұрайды. Ол Джонаның инелері мен оның бүкіл отбасына зиян тигізгенін және оның кетуі керек екенін айтады. Джона оларға не істегенін сұрайды, бірақ әйел жай ғана көлігіне отырып кетіп қалады. Кейінірек Джона қаңыраған көлікті тексереді. Бұл оның есіне тағы бір естеліктер ағынын түсіреді. Ол оларды бір ер адамға бергенін және оны әскерге жеткізуге шақырғанын есіне алады. Көп ұзамай ол Шаронның сақтандыру суретін тауып алады. Бұл олардың ерлі зайыпты болғанын дәлелдейді. Дәл сол кезде бір көлік оның көлігімен соқтығысады. Бұл Лукас болып шығады. Ол ақылынан айырылып бара жатқан сияқты. Джона өзінің дәрігер болғанын, бірақ ешкімге зиян келтірмегенін, тек өлімге әкелетін вируспен зардап шеккен зақымдалған адамдарға көмектесуге тырысқанын есіне алады. Джона Лукастағы дозаның әсері толығымен жойылғанын түсінеді. Егер оған инъекция жасалса, ол қалыпты жағдайға оралуы мүмкін еді. Ол досына көмектесуге тырысады, бірақ Лукас тыңдамай керісінше Джонаға шабуыл жасайды. Өзін қорғауға тырысқан Джона тас алып, Лукастың басынан ұрады. Содан кейін ол досын құтқаруға тырысады, бірақ тым кеш. Лукастан қатты қан ағып жатыр. Өзінің соңғы сәттерінде Лукас ақыры бәрін есіне түсіреді. Ол және Джона дос болған. Ол оны құтқарған үшін дәрігерге қалай алғыс айтқанын еске алады. Алайда бірде теңіз жылқысы татуировкасы бар зақымдалған әйел Лукасқа шабуыл жасаған. Джона оны өлтіруге мәжбүр болған. Содан кейін ол Нитанды камераларды жабу оның міндеті екенін айтып ұрсып, олардың арасында үлкен дау туындаған. Бұдан кейін Джона әйелдің денесін сүйрей бастаған. Бірақ көп ұзамай оның тобынан басқа зақымдалғандардың да босап кеткенін естіген. Сол сәтте бір зақымдалған адам Джонаны тістеп алады. Сөйтіп ол орға құлап кетеді. Жұқтырудан сақтану үшін ол өзіне де инъекция жасауға мәжбүр болған. Ол тістелгендіктен оянған кезде ештеңе есінде болмайтынын білген, бірақ бұл жалғыз амал еді. Соңғы үміт қазіргі уақытта топ бәрін есіне түсіре бастайды. Нитан үйге оралып, есін қайта жинаған Шаронды құшақтайды. Көп ұзамай үйді зақымдалғандар қоршап алады. Олар енді мәйіттерден қорықпайды және агрессивті түрде шабуыл жасауға тырысады. Екеуі қолдан келгенше қорғануға тырысады, бірақ олардың оқ дәрісі таусыла бастайды. Шарон егер олар құтқарылмаса, Джонаға арнап хат қалдыруды шешеді. Басқа жерде Джона да аман қалу үшін үйге қарай жүгіреді. Оған бірнеше зақымдалғандар қарсы тұрады. Бірақ кенеттен тікұшақ пайда болып, оқ атып, зақымдалғандарды жояды. Бұл 18-ші күннің таңы болып шығады. Нитан бұл күннің құтқару тобы оларды құтқаруға келетін күн екенін есіне түсіреді. Ол қолын бұлғап, олардың әлі тірі екенін айқайлап, үйден бақытты түрде шығады. Алайда сарбаздарға барлығын жоюға бұйрық берілген. Олар Нитанды қатыгездікпен атып тастайды. Джона дәл осы сәттің куәсі болуға үлгереді. Шарон мен мылқау әйелде мұны көріп, үрейленеді де жасырынуға асығады. Көп ұзамай Джона мен Шарон қайта қосылады. Нитаның оның ағасы болғанына қатты қайғырады. Екеуі қаша бастайды, ал мылқау әйел өзін өте жақсы жасырады, сарбаздар оны таба алмайды. Өкінішке орай, Шаронға зақымдалған әйел шабуыл жасап, оны қатыгездікпен пышақтап салады. Джона енді дүрлігеді. Сарбаздардың оларды атып тастауына жол бермеу үшін, екеуінің де өлі деп сендіру үшін, олар мәйіттермен бірге орға секіруден басқа амалы қалмайды. Джона Шаронға қайтадан вакцинаны енгізеді, содан кейін өзіне де салады. Бұл олардың оянған кезде ешқандай естеліктері болмайтынын және бәрін қайта бастан өткізетінін білдіреді. Шарон Джонаға хат қалдырады. Ол келесі жолы бәрін есіне түсіріп, дұрыс әрекет етуді сұрайды. Екеуі ес-түссіз қалмас бұрын бір-біріне деген сүйіспеншіліктерін білдіреді. Көп ұзамай әскерилер келіп, орға мәйіттерді, соның ішінде кеше Джонаны ескерткен баланы да лақтыра бастайды. Біраз уақыттан кейін Джона ештеңені есіне түсіре алмай оянады. Шарон жарақаттарынан қайтыс болған сияқты. Джона тұрып, жерге түсіп қалған хатты байқамайды. Абыржыған ер адам көмек сұрап айқайлайды. Сонда мылқау әйел келіп, оған көмектесу үшін қайтадан арқан лақтырады. Осы сәтте біз хаттың мазмұнын білеміз. Шарон онда індет туралы ақпаратты ашқан. Аурудан иммунитеті бар жалғыз адам мылқау әйел болып шығады.
Шарон Джонаны оны барлық жағдайда қорғауға шақырады, өйткені ол адамзаттың соңғы үміті. Өкінішке орай, Джона бұлардың ешқайсысын білмейді. Ол бүкіл оқиғаны қайтадан біріктіруі керек. Фильм Джона мен мылқау әйелдің ордың шетіне жақындап, мәйіттерге толы орасан зор ашық қабірді тамашалауымен аяқталады. Қосымша: басты кейіпкерлердің аты жөні, естеліктері қайта оралғаннан кейін Джон Доу. Джона мылқау әйел. Анна фильмдегі рөлдер тізімінде: Лукас Нейтан. Нейтан Шарон. Шарон Хелен жынды әйел. Хелен